Ақ үйден 1 минут. Әлем назарын аударған Эпштейн ісіне байланысты Дональд Трамптың аты тағы да атала бастады. Тіпті президенттің шашбауын көтеріп жүрген жақтастары да ашық шабуылға шықты. Бұған себеп өтетілген құжаттардың жария болмауы. Трамп сайлауалды науқандарында Эпштейннің клиенттер тізімі көпшілікке ашылады деп мәлімдеген еді. Алайда әділет министрлігі ондай тізімнің жоқ екенін айтып, қалған материалдарды құпия күйінде қалдырды. Енді мага қозғалысындағылар Трампты уәдесінде тұрмады деп айыптап отыр. Айта кетейік, Трамп пен Эпштейн бұған дейін жеке таныс болған, бірақ 2000 жылдары олардың арақатынасы үзілген. Тіпті кейбір құжаттарда Трамптың аты кездескенімен, оның Эпштейннің қылмысына қатысы барлығы әлі дәлелденген жоқ. Қоғамда түрлі күмән болғанымен, осы тізімде Трамптың аты әлі кездеспеді. Ақыры тізімде аты жоқ екен, онда неге жариялай салмайды, әлде бар ма, әлде мүдделестердің аты жазылып отыр ма? Бұндай күмән құжаттарды құпия еткен сайын артып келе жатыр. Естеріңізге сала кетейік, Джеффри Эпштейн жасөспірімдерді жыныстық қатынасқа тартып, байлармен байланыстырған педофил ретінде тарихта қалған. 2019 жылы түрмеге қамалып, тергеу барысында зорлық, зомбылыққа қатысы бар барлық беделді адамдар жайлы ақпарат ашады деген үміт болған. Бірақ бір айдан соң табақтыда өлі күйінде табылған.